3 А сынып оқушысы Қошқарбай Айсана Қасым Аманжоловтың өлеңін оқиды. Қасым Аманжолов туған жер, шықшы тауға қарашы, кең далаға. Мәз боласың, оқсайсың жас балаға. Ол шетімен, бұл шетінен жүгірсем, шаршайсың ба құмарың бір қанама. Уа дариға, алтын бесік туған жер, қадіріңді келсем білмей кешегі. Жата алмас ем топырағын себренбей, ақын болмай тасың болсын егермен. Неткен байтақ, неткен ұлы жүредің, нендей күйге жүрегімді бөледің. Сенде тудым, сенде өстім, сенде өлсем, арманым жоқ болды неде тередім. Мен де өзіңде байтақ едім, кең едім, қызығыңды көріп еркін келемін. Сен де аямай бердің маған барыңды, мен де аямай барымды саған бердім. Болдым ғашық туған дала мен саған, алыс жүрсем арманым сен аңсаған. Жақын жүрсем өз төріңде рахаттың, өз суретім өзім туған босаған.